Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қазақ хандығы қалай құрылды. Ал енді бүгінгі біздің мақсатымыз қазақ хандығының негізгін қалаушылар Керей мен Жәнібек хандарымен танысасыңдар. Қазақ хандығының құрылуы жайлы білетін боласыңдар. Бүгінгі сабақтағы тірек сөздер қазақ және қазақ хандығы деп аталады. Балалар, бүгін сендерге хандығымыздың құрылуы жайында көптеген мәліметтер айтпақшымын. Ал онда тыңдаңдар. Шамамен 1430 жылдары Алтын Орданың жаужүрек ханы Барақ кезекті шайқастардың бірінде қаза болады. Осы сәттен бастап орданың берекесі кетіп, алауыздық күшейеді. Билікке таласқан Шыңғыс ханның ұрпақтары, яғни сұлтандар, дербес хандықтар құрып бөліне бастайды. Солардың ішінде Шыңғыс ханның немересі, Шайбаннан тарайтын әулеттің өкілі, Әбілқайыр ханның жұлдызы оңынан туады. Бірақ ел арасында жауыз деп танылған Әбілқайыр бүкіл Алтын Орда ұлысына билігін жүргізе алмайды. Ел ішінде беделі болмаған Әбілқайыр күш көрсетіп, қорқытып, халықты бағындырғысы келеді. Бірлігі азайған ел тозып, осыдан аз уақыт бұрын ғана алып, әрі қуатты болған елден бақ пен береке қашады. Осы жағдайды көріп, Алтын Ордада көп жыл билік еткен Орыс ханның ұрпақтары, атақты сұлтандар Керей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның озбырлығына наразылық білдіреді. Көп ұзамай ол наразылық қарсылыққа ұласады. Екі сұлтан, әрі батыр, Әбілқайырдың қайырсыз билігінен бас тартып, қорлық көрген елін ертіп, Есенбұға бөліп берген Талас өзені мен Шу өзенінің арасындағы жерге көшіп келеді. Сол жерде жаңа хандықтың дербес көк туы көкке көтеріледі. Осылайша 1465 жылы Жетісудың батыс бөлігінде қазақ хандығы құрылады. Бір тудың астында бас қосқан ел хандықтарын қазақ деп атады. Оның түпкі мағынасы ел болып, өз еркімен еркін жүру деген мағынаны білдіреді. Әбілқайырдың билігіне наразы болған басқа да жұрт қазақ хандығынан пана іздеп көшіп келе бастайды. Аз уақыттың ішінде қазақтардың саны 200 мыңнан асып кетеді. Бұған ызаланған Әбілқайыр хан қазақ хандығына қарсы жорыққа аттанады. Жорық барысында Әбілқайыр қатты ауырып, қайтыс болады. Оның әскері де ойсырай жеңіліп, алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Уақыт өте келе қазақ хандары өз иеліктерін кеңейте түседі. Осы кезден бастап қазіргі қазақ елінің жерінде қазақ хандығының билігі толығымен орнайды. Сен білесің бе? Қазақ сөзі түркі тілінде еркін, ерікті, адам деген ұғымды берген екен. Керей мен Жәнібек хандығының нығаюынан сәл ертерек көшпелілерді қазақтар деп атай бастаған. Олай болса балалар, алған білімімізді пысықтау мақсатында тест тапсырмаларына кезек берейік. Бірінші сұрақ. Әбілқайыр ұлысы қай жерде орналасқан еді? Дұрыс айтасыңдар балалар, Жайық пен Балқаш арасында орналасқан. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, 1465 жылы құрылды. Үшінші сұраққа назар аударайық балалар. Кімдер Әбілқайырдан бөлініп, Жетісу өңіріне қарай көшті? Дұрыс айтасыңдар балалар, Керей мен Жәнібек.
Төртінші сұрақ. Сол кезде жетісуды қай хан билеп тұрған еді? Ойланайық. Жарайсыңдар балалар. Сол кезде жетісуды Есенбұға деген хан билеп тұрған болатын. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Егер інің сенен қазақ хандығы қалай құрылды деп сұраса, қалай жауап берер едің? Ойланып көрші. Ол жөнінде жақсылап ойланып көр. Құрметті оқушы, бүгінгі сабақта сенің білгенің не? Дұрыс айтасыңдар, қазақ хандығының қалай құрылғаны туралы және оның кімдердің құрғаны туралы білдің. Олай болса, балалар, сабағымыздың соңында кері байланыс жүргізейік. Егер сабақ өте жақсы өтті, мен бәрін түсіндірім, мен үшін қызық болды дегендерің көк гүлді көтеріңдер. Мен сабақты жақсы түсіндім дегендерің сары гүлді көтеріңдер. Тақырып мүлдем түсініксіз болды, мен ештеме түсінбедім дегендерің қызыл гүлді көтеріңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.